Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі алып отырған тақырыбым теория сольфеджио сабақтарында дидактикалық ойындарды қолдану. Сольфеджио сабағында дидактикалық ойындардың алатын орны бөлек, әсіресе кіші сынып оқушылары үшін. Қазіргі кезде оқушылардың басым бөлігі сольфеджио пәнін өте қиын сабақтар қатарына қосып жатады. Бұл стереотипті жою мына біздің ұстаздардың қолында. Олай болса, сабағымызды қызықты, әсерлі, әдемі, көрнекті, балаға түсінікті тілде өткізетін болсақ, балалардың сабаққа деген ынталары артып, бастапқы фундаменттері мықты қаланатын болады. Олай болса, бүгін мен сіздермен өзімнің сабақ беру методикаммен бөліспекпін. Мен оқу процесін ойын түрінде өткіземін. Дидактикалық ойындарды қолдану барысында балалардың жас ерекшеліктерін ескеру қажет. Бұл сабақтың жалпы мақсат міндеті балалардың вокалды дағдыларын, есту, сезу қабілеттерін, ноталық сауаттылықтарын шыңдауға арналған. Олай болса, ең алдымен сабақ басында тыныс алу, әріптерді дұрыс айту үшін артикуляциялық жаттығуларды жасап алған жөн. Бұл артикуляциялық жаттығуда әр нәрсенің дыбысын салып, ауыз қуысын қыздырып алады. Осыдан кейін кез келген дауыс қыздыру жаттығуларына көшсе болады. Оқушылардың есту қабілеттерін дамыту мақсатында аралар ойынын ұйымдастырдым. Ойын шарты екі бірдей дыбысталатын араны көршілес ұяшыққа орналастыру. Ал ноталық сауаттымызды тексеріп бекіту мақсатында оқушыларға сәйкестендіру ойынын қолдануға болады. Сольфеджио сабағында оқушы міндетті түрде шығарманы бір мезетте дирижерлап, айтып, ойнап, нотаны парақтан оқи білуі шарт. Ре, ми, до, ре, ми, до. Оқушылардың дыбыстарды іште қалай үйлестіретінін анықтау үшін біз жас композитор ойынын ойнаймыз. Бұл ойын шарты бойынша балалар өздері әуен құрастырып, оны талдаулары қажет. Әуен құрастырып болдық па? Қандай композитор екен? Кім жазып болды? Мен. Айзада қандай шығарма жаздың? Атауын қалай ойын? Как называлась своей поэзией? Рамиля жасаған шығармасын тыңдап көрейік. Ең алдымен алдыларында көрсетілген паровозке қазір бейнелеп аламыз. Біз бүгін еңбектің шамасын талдап алайық. Олай болса, еңбек бізге скрипка ретінде екіде 4 өлшемінде жазылды. Кеттік, Айзада. Алдында отырған поезд вагондарына ноталарды орналастырайық. Ең алдымен не керек? Скрипка. Дұрыс, қай жерде сөйлейтін? Жарайсың. Келесі, Рамиля, келе ғой. Қандай өлшемде жазылған? Жазылатын ғой? Дұрыс, кеттік. 4 өлшем алып. Жақсы, ол қай жерден алса да? Дұрыс. Жарайсың. Келесі бірінші тақтыны жазуға бізге барын келе олады. Екінші бағылымызға оқызымыз. Не фасол? Не өзі? Фа. Дұрыс, не фасол. Келесі үшінші тақтыге келе олады. Назар. Үшінші тақтыға не болады? Келемет. Сонымен қыздар, біз елге бүгін поезді вагондарымызды толтырып шықтық. Вагондарды нотаға толтырдық. Олай болса, енді осы шығармамызды аспапта еңбек өзі ойнап, дирижерлап айтып қойып жазып. Жарайсың, түсінікті, олай болса, енді қыздармен бірге әңгімемен мектеп жазған балапан шығармасын дирижерлап айтып қоямыз. Мектеп өлшемінде качели сияқты дирижерлаймыз. Әңгімелер кеттік. Енді ми, до, ми, ре, до, ми, фа, сол, ля, 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 сол, ми, ре. Бұл ойын оқушылардың білім деңгейін ғана анықтап қоймайды, сол сияқты денсаулықтарына да пайдалы, ұсақ моториканы дамытады, әрі қызықты. Сол себепті бұл ойынды ересектермен де ойнауға болады. Сегіздік нота. 16 нота Рамиля тапты. Жарайсың. Қандай пауза? Жартылық пауза, Целая. Бүтін нота.
Рамиля, жарайсың. Қайда? Жарайсың. Қайда Рамиля? Сен нокныстан шықты ма? Қазір Айзада сені көрейік. Скрипка кілті? Қазір көстіріңдер. Скрипка кілті. Қайда пауза Рамиля? Айзада пауза шықты. Рамиляда пауза шықты, иә? Жарылық нота. Қайда пауза сенде? Қайда? Айзада? Пауза шықты, иә? Жарайсың. Тағы да бір пауза, төрттің пауза, иә? Тағы да секундер балалар ойын қызықты ма екен? Қызықты, иә? Қайда? Иә, динамикалық белгілер. Не таптыңдар? Сегіздік нота жарайсың. Жарайсыңдар. Рамиля, Айзада сендер таптыңдар ма? Иә, таптық, иә? Керемет. Келесі ойынымыз балалардың нота ұзақтықтарын қаншалықты меңгергендігін тексереді, сол сияқты логиканы дамытады. Иә, онда жазалар төрттік нотаны. Келесі, төрттік шығу үшін сегіздікке біз қандай нота ұзақтығын қосуымыз керек? Дұрыс, жазалар сегіздік. Қай нота ұзақтығынан, сегіздік нота ұзақтығын алатын болсақ, сегіздік шығады бізде. Дұрыс, төрттік, иә? Сені төрттік бірге, одан аламыз сегіздікті, сегіздік шығады. Келесі. Төрттік, иә? Неге жазылықты болсын? Себебі ол қанша адресын алады? Дұрыс, екеге дейін. Келесі. Жартылық шығу керек. Жартылықтан үлкен нота ұзақтығы қайсысы? Төрттік. Ол қанша адресын алады? Дұрыс, төрттікке жартылық болса, жартылық нота ұзақтығы шығады. Келесі. Иә. Қандай? Дұрыс. Сонда жартылық есептеп көрші, не санап көрші өзің? Бірге, екіге, үшке, төртке. Сонда бүтін шықты. Дұрыс. Ең соңғысын көрсетіп жүрсіз? Төрттік, иә? Неге? Бүтін төртке дейін саналады. Үшке дейін алып тастасақ, тек қана бірге қалады, иә? Сол үшін бізде төрттік нота ұзақтығы шығады. Жарайсың, есеп қиын болды ма? Қиын болды, иә? Бірақ нота ұзақтығын білетін адамға жеңіл. Жарайсың. Шығарма талдау барысында ноталарды жылдам оқу үшін біз ноталық ертегілермен жаттығамыз. Пляшет дождик во дворе, скачет нотки до ми, до ми. Вы сидите в море, пляшут нотки ми, ре, ми, ре. Дождик, дождик, целый мира. И для там, и для поль, до, ми, соль, до, ми, соль. Для кого-нибудь попроси, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Жарайсың, тағы да біреуін оқып көрсең. Один художник на заре вышел из дома, чтобы нарисовать, на котором плавают лебеди. Он пришел на пляж около пруда. Там его укусила пчела. Художник достал свой альбом и нарисовал пруд и лебедей. Очень довольный, он пошел обратно на ужин, его ждали фасоль и сироп. Молодец. Ритмикалық лабиринт ойынын әр сабақта қолданған абзал. Бұл жаттығумен күнде жаттықсақ, оқушының рефлексі дами түседі. Бұл ойын оқушылардың барлығына сөзсіз қызықты балмұздақ ойыны. Керекті интервалдарды тауып балмұздақты құрауымыз қажет. Интервалдың орнына басқа да оқу материалын қолдануға болады. Және келесі осы қана ми және жоққа ми фа соль дұрыс ми соль келесі фа және ля және ля арасында үш нота сол үшін ол бізге терция болды терция жарайсың келесі қандай сен дегеніміз не бір дауыста бір дауыста орындалуы иә кейін унисонға берілген нота жоқ дейміз қайсы тасымада унисон келіп тұрсыз осыны иә осы нотасын айтшы да иә дұрыс келесі унисон лентасындағы сонтасындағы унисон қолданады келесі қарашасында қандай берілген қазақ иә қазақ ол біздің неше дыбыстық болды төрт дыбыстан қалған картон қалады төрт дыбыстан осы иә ноталар қандай бірінші түрі алады до және до келесі ре фа до фа ол бізде қазақ қалады келесі иә бұл қандай екінші түрінде ол бізде ре және сол дұрыс ре сол нотасы демек тағы да қазақ қалады осы қайда иә қандай түрге соль және до керемет жарайсың алмадым қандай дода қазақ қима иә қазақ қима қазақ қимада бар қазақ
Қара, мұқият қара. Екі, бірден нота бір уақытта ойналуы, немесе бір нота, бірақ нотаның басуы, қазақ тілі. Осы уақыт, иә, бұл. Дұрыс қана нота? Си, келесі. Осы, фаға, келесі. Оқымайды. Қараға, ре, жоқ қара. Си, жоқ қара, саған. Қалды қана бермесіне, до, ре. Иә, дұрыс. Жақсы өзіңіз аласың. Ля нотасы. Келесі қара, кішкентай. Кішкентай, сексе. Қанты мәжірген, сексе деген неше дұрысты? Сексе, 6 алдан құралған интервал, иә? 6 дұрыстан құралған интервал бөлігінен қата болып үш. Мысалға, қайсы? 6 дұрысты. Жоқ, бұнда неше дұрысты? 6 дұрысты. Замат болып мысалы. Фа, иә? Фа бөлген. Фадан бастап, до. Ре, бимона, иә? Пәннің маңыздылығының бірі оқушының өзін және басқаны да ести алуы. Осы дидактикалық ойын барысында балалар бір-бірін естіп тыңдап үйренеді. Әр жастағы оқушылармен ойнауға болатын ойын түрі бұл монополия. Бұл жерде оқушылардың теория сольфеджио пәнінен алған білім деңгейлерін анықтаймыз. Осындай түрлі түсті әдіс тәсілдерді дидактикалық ойындарды қолдану арқылы өзіміздің көздеген мақсатымызға бір табан жақындай аламыз. Сөз кезегінде Адольф Дистербергтің нақыл сөзімен аяқтасам. Оқушының түсінгендігінің шын белгісі иә деген жауап емес, шәкірттің жүзіндегі қуаныш. Назарларыңызға рахмет.